Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге кивидің пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Және басқа да жемістердің пайдасы мен зияны туралы білгілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Киви бұл дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулығымызға керек нағыз пайдалы жеміс. Бұл жеміс киви құсының құрметіне осылай аталған. Киви витаминдер қоймасы. Орта пішінді 2 киви С витаминінің тәуліктік нормасын 230%-ға дейін өтейді. Ал апельсинге қарағанда дәрумендер мөлшері 2 есе көп. Ал С витамині иммундық жүйені ынталандырады, стресске және жасқа байланысты процестерге қарсы тұруға көмектеседі. Сонымен қатар С витамині темірдің жақсы сіңірілуіне және жаралардың жылдам жазылуына ықпал етеді. Сондай-ақ киви құрамында холестеринді төмендететін және адамның иммунитетін нығайтатын әлеуетті антиоксидант Е дәруменнің бірегей майсыз формасы. Құрамында секретин көп. Киви жемісінде секретиннің өте көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек-қан тамыр жүйесі үшін өте пайдалы етеді. Секретин есте сақтау қабілетін, көңіл күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды ынталандырады. Тәбетті қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар секретин тез және ауыртпалықсыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады. Құрамында магний мен калий бар. 2 кивиде шамамен 30 мг магний бар. Ал бұл жүйке мен бұлшықеттердің жұмыс істеуі үшін маңызды зат. Сондай-ақ киви калийге бай. Онда калий мөлшері бананға қарағанда 2 есе көп. Ал кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді. Инсульт және бүйрекке тас жиналу қаупін төмендетеді. Сондай-ақ остеопороз пен жүрек-қан тамырлары ауруларының алдын алуға көмектеседі. Таңғы аста 1 киви жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді. Сонымен қатар кивиді тұтынғанда жанама әсерлер болмайды және ол әлде қайда пайдалы. Киви тыныс алу үшін пайдалы. Зерттеулер көрсеткендей, кивидің құрамында С витамині болғандықтан, ол тыныс алу органдарындағы ауыртпалықты жеңілдетіп, жөтелден және демігуден арылтады. Көру қабілетін жақсартады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын көру қабілетінен айырылуға жол бермейтін фитохимиялық леотин бар. Леотин сондай-ақ көзімізді еркін радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы леотинді өздігінен синтездей алмайды, сондықтан оны тек тағаммен ғана аламыз. Сондай-ақ кивидің құрамында зеаксантин бар, ал ол заттың жетіспеушілігі көру қабілетіне кері әсер етеді. Киви туралы көбісі біле бермейтін деректер. Кивиді өз денсаулығы мен сымбатына назар аударатындар жақсы бағалайды. Оның құрамында калория аз және майы жоқ. Дегенмен киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті талшықтарға бай. Сонымен бірге киви жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл экзотикалық жеміс еркектерге де пайдалы. Кивидегі амин қышқылдарының бірі арганинді импотенциалды емдеу және алдын алуда қолданады. Кивидің қандай зияны бар? Кейбір адамдарда киви аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Көп жағдайда кивиді тым көп мөлшерде жейтін адамдарда дененің түршігуі және аллергияның әртүрлі түрлері дамиды. Киви қаншалықты пайдалы болса, осы жемісті асыра пайдалануға болмайды. Киви жемісін көп жеу ісінуге, ал кейбір жағдайларда анафилаксияға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ ісінуден бөлек кивиді көп мөлшерде тұтыну демікпе, бөртпе, терінің қызаруы және ауыз қуысының шырышты қабығының тітіркенуіне әкелуі ықтимал. Кейде кивиді шамадан тыс қолдану тағамдық аллергия синдромын дамытады. Мұндай жағдайда адамның ерні мен тілі шырышты қабаты ісіп, аузында ауырсыну және қышу сезімі пайда болады. Менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.